Дейлин, егер де осы видео 5000 лайк жинаса, қарға шомыласың ба далаға шығып? Иә. Все, достар, 5000 лайк жинаймыз, Дейлин қарға барып шомылады. Күтіңдер. Нә. Қош келдіңіздер, құрметті көрермендер. Сіздермен мен Бигзат, және де менің қасымда Ершат. Иә, достар, бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода не болады, достар? Мен өзімнің деловой футболкамды кидім. Нағыз деловой футболка, және де бүгін біз Дейлин кезетке разоблачение жасайтын боламыз, достар. Видео басталмастан бұрын, достар, біздің Telegram арнамызға тіркеліп кетейік, себебі біз YouTube-тан скоро кетейін деп жатыр, сондықтан Telegram арнаға қарай өту керек. Дейлин бүгін менің сұрақтарыма жауап беретін болады, достар, бірақ сұрақтарға просто жауап берген қызық емес болғандықтан біз оның құлағына наушник береміз, яғни ол мені вообще естімейтін болады, тек иә жоқ деп жауап беретін болады, достар. И ол наушникта музыка тыңдап отырады, мен болмаса сұрақтар қоятын боламын. Сіздерге қатысты және де өзіне қатысты. Достар, мені кешіріп қойың, ешше мен дым естімеймін, так что өтірік, иә жоқ деймін. Бұл видеода айтылған ақпараттың бәрі өтірік. Және де, достар, бүгінгі видеоға мен 1000 реклама тыға алмадым, потому что маған ешқандай рекламодательдер жазбайды. Сондықтан, достар, лайк басып, подписка жасап, от души қолдап кетейік. Давайте, бірінші сұрағымыз, достар, біз Дейлинге қоятын бірінші өзі өлеңге беріліп кетті, достар, фон қосып бердім, как обычно өзі жақсы көретіндей. Және де бізде бірінші сұрақ, давайте Дейлинге айтайық. Дейлин, сен қыздарды ұнатасың ба? Ау? Сұраққа жауап бер, иә, жоқ. Не сұрақ? Мен өзі қойып қойдым. Жоқ. Қыздар жақсы көрмейді екен, достар. Қыздар жақсы көрмеймін дейді, достар ağzы. Давайте, келесі сұрақ біз былай қояйық. Дейлин, сен ойыңша Майнкрафт самый лучший ойын ба? Ау? Майнкрафт самый лучший ойын ба? Сұраққа жауап берсек? Иә. Дейлин, сен өзіңді Сигма санайсың ба? Чо? Сұраққа жауап бер. Жоқ. You look lonely. I can fix that. Достар, сосын видеоны до конца қараймын, себебі артында тұрған қара коробка не мақсатта тұрған соңында көретін боласыздар. Давайте, қызықты сұрақ бұл, көреміз, тексереміз. Нағыз дос па? Сен үшін ең жақын дос ол Айшуақ па? Не? Айтсай? Иә. Иә дейді, достар, ең лучший досы Айшуақ екен, мойындады, молодец, красавчик. Так, енді бізде келесі сұрақ қалай болса екен, достар, давайте бидейік. Сенің ойыңша сенің лучший эдиторың Мико ма? Жоқ. Мико, сен лучший эдитор емескенсің, қоя сал, болды, таста. Достар, келесі сұрақ ол бізде, Дейлин, сен залды жақсы көресің ба? Иә. Достар, уважаем. Давай бәйтіп кеттік. Осындай сұрақтар болды. Так, давайте енді қазір келесі бізде сұрақ. Барлығын осы видеоға сол үшін кіргенде шығарсыздар, достар. Осы сұрақ үшін. Бұл сұрақ бұлай айтылады, достар. Дейлин, сен ең коны жақсы көресің бе? Бұл сұрақтың жауабын соңында білесің, родной. Болашақта YouTube-та тастап кетуің мүмкін бе, Дейлин? Жоқ. Жоқ деді ғой, достар, көрдіңдер ғой. YouTube-та до конца Дейлин болады, достар. Флайстың арнасына, то есть менің арнама подписчиктер тіркелу керек пе? Иә. Айшуақ гей ма? Иә. Айшуақ гей екен, ебать, достар, разоблачение Айшуаққа да кетті, достар. Так, келесі сұрақ, достар. Дейлин, сен өзіңді самый лучший майнкрафтер санайсың ба Қазақстандағы? Жоқ. Айшуақ лучший ма? Жоқ. Флайс лучший ма? Жоқ. 2 hours later. Ермахан лучший майнкрафтер ма? Жоқ. Достар, кім бар еді тағы майнкрафтта? Ладно, ешкімді лучший санамайды екен, достар. Қайтадан қоясайық. Өзіңді лучший майнкрафтер санайсың ба? Жоқ. Санамайды, достар. Короче, көрдіңдер ғой, өзін лучший майнкрафтер санамайды. Дейлин, сен гачи-мучи көргенсің ба? Иә. When I met you in the summer. В общем, достар, осымен Дейлинге сұрақ қойғанды жететін сияқты, мен ойымша. Енді маған сұрақ қойсын ол, короче, тыныш отырады. Құлағына наушник тағып отырады, маған сұрақ қояды. Кеттік, ауысамыз. Сен Free Fire'ды ұнатасың ба?
дым естіген жоқпын ғой, ема. Иә. Ладно, достар. Сені туылғанда мусоркадан тауып алған ба? Иә. Так. Саған еркектер ұнай ма? Жоқ. Саған қара нәсілді еркектер ұнай ма? Жоқ. Саған сары нәсілді еркектер ұнай ма? 50-50, иә. Нацисті отыр. Қалай айтатын еді осы қандай? Бөліп жаратындар, так. Не айтсам болады да? 2 hours later. Сен гейсің ба? Иә. Дым Сен ести атқан жоқпын. саған менің видеом ұнай ма? Жоқ. Мал доса. Не дедің, емайт? Сен шаңыраққа қарап жүресің ба? Иә. Ема, дым естідің. Сен насой атасың ба? Ойланатын сұрақ мынау. Жоқ. Ойналатын сұрақ деп қоям ғой, дым естімедім ғой. Сен насой жейсің ба? Иә. Так. Сен жалдағы мужиктардың көтіне қарайсың ба? Иә. Не сұрақ қойып отыр? Сен мектепте чорт болдың ба? Иә. Бәрінен таяқ жедің ба? Иә. Бәрі сені лох қылатын ба, дұрып? Жоқ. Батяны барып құлата аласың ба? Жоқ. Ну, по факту. Не сұрақ қойып отсың? Спортқа батяны барып құлату үшін барып жүрсің ба? Жоқ. Ой, черт. Достар, қорқып кеттім. Өзім. Сен маманы жақсы көресің ба? Иә. Сен мені жақсы тұрсың ба? Иә. Понятно, достар. Достар, мана сабақты қайталап қоятын боламын, сен насой атасың ба? Иә. Ну, ән достар, тұсадың тағы. Смело, иә ғой. Надо, смело, иә. Иә ғой, иә. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Бұйыртса, келесі жылы YouTube тастайсың ба? Иә. Тағы не қойып болады? Комментарий жазып кеттің достар, тағы қандай сұрақтар бар? Сенің лох екеніңді жақындарың біле ма? Иә. Ну, иә достар, мен білем ғой по факту. Сен адамдарды кидать еттің ба? Жоқ. Ладно. Дейлин, сен вообще жуынасың ба? Жоқ. Достар, осы сұрақты қойған көмеді ғой осы хабарға. Так, Дейлин жуынбайды екен, достар. Дейлин, сен тісіңді тазалайсың ба? Жоқ. Көрдіңдер ма, достар? Дейлин жуынбайды, тісін тазаламайды. Не күтесіңдер бұдан енді, а? Дейлин тісінде жуымайды. Дейлин, сен қыздар сенмен танысуға келгенде қашып кетесің ба? Иә. Егерде сен алдыңда Енко немесе Бекзат ағаң болса, сен Енконы таңдар ма едің? Иә. Көрдіңдер ғой, достар, мен жақсы көрмеймін. Енко десе жанын береді. Айшақ пен Енко болса ше, кім таңдайтын, Енконы ба? Иә. Айшақ, көрдің ғой, Дейлин деген, дос деген, үш әріп деген әңгімесі өтірік бұның бәрі. Дейлин, егерде осы видео 5000 лайк жинаса, қарға шомыласың ба далаға шығып? Иә. Все, достар, 5000 лайк жинаймыз, Дейлин қарға барып шомылады. Күтіңдер. Дейлин, сен Енконы жақсы көресің бе? Чо? Сұраққа жауап бер. Иә. Достар, енді бізде осындай видео болды, сіздерге ұнады деген ойдамын.
Дейлин өте қызықты сұрақтар қойған шығар деген ойдамын. Монтажда көретін боламын. Енді менің өзім реально қызықты сұрақтар қой алдым деген ойдамын. Сіздерге видео ұнаса лайк басып кетеміз достар. 5000 лайк туралы ұмытпаймыз. 5000 лайк жиналса Дейлин манағы нәрсені істейтін болады достар. Иә деп өзі келісті мана естігендеріңізге. И видеоны до конца қарағандар үшін достар, қара ящиктің артында не бар екенін көрсетіп кетейік. Ва достар, қара ящиктің артында тәпішке тұр. Ал тәпішке не үшін тұрғанын келесі видеода айтып кететін боламын. Сіздермен Манфлайс, Бигзат және де Ершат Дейлин. Давайте.